Сәлеметсіздер ме? Мен Амантай Мөлдір, Қарақия ауданы Қорық ауылының нөмірі 1-ші жалпы білім беретін мектебінің 6 сынып оқушысы. Табиғатта аяла форумының туған өлке бояулары номинациясының қатысушысымын. Мен Қарақия мейілі мекенім тақырыбындағы өз туындыларымды ұсынамын. Ұсынылған туындыларымды мектебімнің ақын ұстазы Сәдуақас Әбдінасырұлының өлең жолдарымен толықтырып келеді. Қарақия қазыналы ауданым, байлық толы құтты қоныс аумағың, жер жаннаты бір өзіңдей бар мекен, құшағыңда сайран салып аунадым. Мені әсем табиғатыңмен бауырадың, жанға жайлы жылылықпен жауладың. Ойлап тұрсам, қадіріңді туған жер, Швейцариядан біз білетін аумадың. Геологтар ашқан негізін, қалағып үлкен қалаған. Құрығым құтты қоныс деп, мекендеп келер санадам. Құрықтың тұрған мекені, қарт Каспийдің жағасы, көрінер құрық екені, Жыландыдан көрсең шамасы. Қыр үстінде сораптар тұр самсаған, қарауға көзің қамығып және шаршаған. Қыруар байлықты қойныңа бүккен алыбым, Жетібай, таңым бар саған. Қараша қостап көлбеген далам төсіне, төрт түлік жатыр түскейде көлбеп көсіле. Мұнай, газ және ұлы тасынды байлығым қосылған, саған несі бе?